Важно повышать качество педагогического состава. Надо усилить стандарты базового педагогического образования, требования к повышению квалификации преподавателей школ и вузов. Өрлеу ұстаздарды дайындау жаңа бағдарламасы республикамыздың барлық облыстық институттарының басын біріктірді. Өрлеу ең озық халықаралық әдістеме, өрлеу ең жетік материалдық техникалық база, өрлеу ұстаздың материалды және кәсіби өсуіне жетелейді. Өрлеу бір қадам алда бол. Қандай мәселе бойынша келдіңіз? Білімімді жетілдіру мақсатында өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы маған не бере алады? Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен құрылды. Педагогтардың кәсіби құзыреттілігін және педагогикалық шеберлігін дамыту орталықтың басты міндеті. Орталықта кадр мәселесі шешілген, материалдық техникалық базасы толықтырылған, білім беруді сапалы қамтамасыз ететін ұйым. Аймақтық біліктілікті арттыру институттарына алдыңғы қатарлы озық технологияларды тарататын мүмкіндігі бар. Біліктілікті арттыру бағдарламасының мазмұны толық өзгеріп, әлемдік және қазақстандық тәжірибелер қолданылуда. Әлемге әйгілі Кембридж университетінің ұйымдастыруымен Қазақстан мұғалімдерінің біліктілігін арттыратын 3 айлық курстар енгізілді. Нәтижесінде ұстаздарға жаңа квалификациялық деңгейін көтеру сертификаттар беріледі. Бұл педагогтардың жалақысының өсуіне әсер етеді. Орталық Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің e-learning электрондық оқыту жобасының негізгі операторы. Біліктілікті арттыру жүйесін қаржыландыру бірнеше есе өсті. Бұл мемлекет тарапынан жасалынып жатқан жағдай. Орталық Ұлыбритания, Оңтүстік Корея, Германия тағы басқа елдермен әріптестік байланыс орнатқан. Орталықта шетелдік мамандардың дәрістерін тыңдап қана қоймай, тәжірибе алмасу, біліктілігін арттыру мақсатында шетелге шығуға мүмкіндік жасалған. Ұстаздық ету қаншалықты құрметті де жауапты іс болса, ұстаздардың ұстазы болу елдің кемел келешегін айқындайтын аса мәртебелі қызмет. Ендеше ұстаздардың біліктілігін арттыру орталығы қызметкерлерінің алдында білім саласын дамыту бойынша елбасы қойған асқақ міндеттерді орындау жауапкершілігі тұр. Үкімет қаулысымен құрылған өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы осындай жауапкершіліктерді абыроймен атқарады деп сенеміз. Тәуелсіз ел тірегі білімді ұрпақ демекші, өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы өзінің жұмысын мектепке дейінгі білімнен бастайды. Балабақша қабырғасындағы өскелең ұрпақ мектеп табалдырығын аттамас бұрын өзінің оқуға деген құштарлығын арттырып, білім атты кемеде еш қорқынышсыз, емін-еркін жүзу үшін дүние жүзі мойындаған педагог және философ Мария Монтессоридің жүйесін және Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын кеңінен қолданып, жемісін көруде. Бұл өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының кең ауқымды жұмысының алғашқы сатысы ғана. Жазда мен жаңа форматтағы курсты аяқтадым және мен сабақ өткіздім. Шынында да 2 айдың ішінде мен мүлдем басқа балаларды көрдім. Олар сыни тұрғыда ойлайтын болды. Олардың жеке идеялары, ойлары пайда бола бастады. Өзің алған білім өзіңе қашан да бағалы. Біз балаларымызға еркін ойлануға, шығармашылықпен айналысуға көбірек ерік берулеріміз керек. Свободы мысли, свободы творчества. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы 2012 жылдан бастап Кембридж бағдарламасымен орта мектеп ұстаздарының біліктілігін арттыру курсын бастады. Бұл орта білімді жаңғыртудағы жасалған ірі қадам болып табылады. В современной школе нужен современный педагог. Заманауи мектептерге заманауи ұстаз қажет. Өрлеу Қазақстанның барлық мұғалімдеріне біліктіліктерін көтеру үшін бірдей мүмкіндіктер береді. Ол заманауи бағдарламалар, мұғалімге заманауи және сұранысқа ие және бәсекеге қабілетті болуға мүмкіндік беретін курстардың бірегей құрылымы. Өрлеу біліктілікті арттыру орталығы білімімді жетілдіремін деген ұстаздарға жолдаманы тегін береді. Яғни жолақысы мен жатын орнын және басқа да шығындарды өзі көтереді. Үкімет қаулысына сәйкес, 3-ші деңгейдің сертификатына қол жеткізген ұстаздардың 30%,
Ал екінші деңгейдің сертификатына ие болған ұстаздар 70% үстемақы алатын болады. And Kazakhstan wants to compete in the global market. Шындық күйінде қалады. Қазақстан әлемдік нарықта лайықты бәсекелескісі келеді. Және менің ойымша, бірден-бір дұрыс курс үкіметтің қолдауымен жүзеге асуы керек. Тек дұрыс таңдалған саясаттың себебімен үкімет пен оның қолдауына сәйкес қойылған мақсатқа жетуге болады. Біздің мұғалімдердің жұмысқа деген белсенділігі мен құлшыныстары, білімдерінің әртүрлі деңгейде толысып отыруы, сондай-ақ олардың алған ақпараттарын асқан жылдамдықпен әріптестеріне жеткізулері таң қалдырады. Бұл өз кезегінде феномен. It's just overwhelming. It's phenomenal. 3 айлық курстың бірінші кезеңін бітіріп, енді өз мектептеріне барып, тәжірибелерін өткізуге қайтқалы отырған мұғалімдермен кездестік. 3 айлық курстың негізгі мақсаты біздің оқушыларымыздың болашақта бойында құзыреттілік қабілеттерін қалыптастыру. Құзыреттілік деп отырғанымыз, яғни алған білімдерін өмірде дұрыс пайдалана білу. Мысал үшін Кеңес одағында біз оқу жүйесінде оқушыларды тапжылтпай бір орында отырғызып қойып, дайын білімді беретінбіз. Ал бұл жерде оқудың бір ерекшелігі оқушыларды топтап оқыту. Яғни топ-топқа бөлу арқылы олардың әрқайсымен бір-біріне байланысу арқылы, бір-бірімен тәжірибе алмасу арқылы еркін отырып оқыту. Поэтому мы очень благодарны. Сондықтан Қазақстандағы білім жүйесінде орын алған президент пен үкіметтің қолдауымен жүргізіліп жатқан бағдарламаның баса назарға алынғанына ризамыз. Дәл осы 3 деңгейлік курс қалыптасқан жағдайды тек жақсы жағына өзгертіп, Қазақстанның барлық әлемнің озық білім жүйелерінде лайықты орын алатынына сенімдіміз. Бүгінгі күні сұранысқа кеңінен ие болған оқу түрі ол электронды оқыту жүйесі мен қашықтықтан білім алу. Өрлеу біліктілікті арттыру орталығы бұл саланы да толығымен қамтыған. Электронды оқыту жүйесін енгізудегі мақсаты ауыл мектептері мен қала мектептерінің білімін теңестіру. Электрондық білім беру жүйесі немесе халықаралық терминология бойынша e-learning жыл сайын 8000 мұғалім осы бағыт бойынша білімін арттыруда. Электронды оқыту жүйесі бойынша 2011 жылы 44 білім беру ұйымы, ал 2012 жылы 537 ұйымы енгізілді. Ал қашықтықтан оқытуға келетін болсақ, бүгінгі таңда өрлеу біліктілігін арттыру орталығы шағын жинақты мектептің педагогтары үшін қашықтықтан біліктілікті арттыру курстарын бастады. 2008 жылдың тамыз айынан бастап, республикалық деңгейде интерактивтік онлайн сабақтары жүргізіліп келеді. Осы бағдарлама бойынша 16000 педагог біліктілігін арттырды. Олардың қандай деңгейде жұмыс жасағанын порталдан көре аласыздар. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығында жоғарғы оқу орнының басшыларынан бастап, аға оқытушылар, арнайы білім беру ұйымдары мен мектеп ұстаздары білімдерін жетілдіруде. Модернизация, она привнесет для Казахстана Жаңғырту болашақта Қазақстан үшін үлкен жетістіктер әкеледі. Үлкен жетістікке тек қана жастарға және білім беру жүйесіне көңіл бөлетін мемлекет қана жететіні белгілі. Ал бұл ұстаздардың білімін арттырумен тікелей байланысты. Өйткені барлығы мұғалімдердің қолында. Потому что все зависит от учителя. Заманауи талаптарға сай елімізде білім беру жүйесінде көптеген өзгерістер болып жатыр. Соның ішінде біліктілікті арттыру жүйесінде де ерекшеліктер орын алуда. Себебі қандайда бір өзгеріс қадамы ол басшыға байланысты. Халықаралық сапа менеджменті тұжырымдамасына сай, жалпы болып жатқан өзгерістің қателіктерінің басым көпшілігі басшылыққа қатысты. Сол себепті өрлеу біліктілікті арттыру орталығы қазір Қазақстан Республикасындағы білім беру басшыларына өте жоғарғы деңгейдегі талап қоюда. Басшылар кім болып отыр дейтін болсақ, олар физиктер, математиктер, химиктер. Олардың біреуінде жаңағы халықаралық талаптарға сай менеджерлік деген өзінің білімдері жоқ. Міне сондықтан да қазіргі уақытта менеджмент саласында басшыларға білім беруіне біз біліктілікті арттыру курстарында жаңа форматта басшылардың білім беруін көтеру деген мәселесін қолға алып отырмыз. Жаңа бағдарлама бойынша білім беру ұйымдардың басшылары істеп отырған жұмыстарының 32%-ын әдістемелік тәсілмен жүргізсе, қалған 68%-ын тәжірибелі түрде жүзеге асыру керек.
Келесі кезекте өрлеу біліктілікті арттыру орталығында орын алған жаңаша әдіс дуальды оқыту жүйесі. Бұл жерде ең маңыздысы теориядан гөрі тәжірибеге көп көңіл бөлу, және бұл жүйе бойынша тек техникалық мамандандырылған білім беру ұйымдардың басшылары ғана оқытылады. Бұл жаңа әдіс жуырда ғана енгізілген екен. Соған қарамастан бүгінде жемісін беруде. Руководители колледжей. Ерекше атап өтетін жайт тәжірибелік жұмыстар салалар бойынша өтеді. Себебі дуальды жүйе гуманитарды, экономикалық және техникалық болып үш түрлі саланы қамтиды. Сол себепті біз түрлі оқу ордасының басшыларын бір жерге жимай, әр қайсының сала бойынша бөлеміз. Ол жүйе жақсы нәтиже береді. Бұл жүйе бойынша колледж сынды арнайы мамандандырылған оқу ордаларының басшылары келешекте түлектерді жұмыспен қамтамасыз етуге дайын өнеркәсіптермен және басқа ірі мекемелердің басшыларымен кездесіп өзара келісім шартқа отырады. Өрлеу біліктілікті арттыру орталығы еліміздің ұстаздарын шетелге шығарып, тәжірибе алмасуға мүмкіндік береді. В декабре 2012 года мы прошли стажировку. Өрлеу біліктілікті арттыру орталығының ұйымдастыруымен 2012 жылдың желтоқсан айында Алманияның Дюссельдорф қаласында тәжірибе алмастық. Ол жерде біздің елдің 10 жоғарғы оқуының 17 ұстазы біліктілігін арттырды. Біз 10-нан астам жоғарғы оқу орындарын аралап шықтық. Заманауи технологияларды үйреніп келдік. Алманияның Хагит қаласындағы Аралас білім институтындағы сапарымызды ерекше атап өткім келеді. Біз онда вебинарлармен таныстық, қашықтықтан білім беру жүйесінің ерекшеліктерімен таныс болдық. Сол тәжірибемізді қазір біздің оқу орнында енгізіп жатырмыз. Қашықтықтан оқыту жүйесі сырттай оқитындар үшін өте ыңғайлы болды. Интерактивных заданий для студентов. Әлемдік озық тәжірибеге негізделген мұғалімдердің біліктілігін арттыруды түбегейлі жаңарту, жалпыға білім беру жүйесін реформалау, еліміздің бәсекеге қабілеттілігінің көрсеткіші. 2012 жылы бүкіл әлемдік экономикалық форум жариялаған бәсекелестікке қабілеттіліктің жаһандық индексінде еліміз әлемде болмаған жетістік көрсетті. Яғни бір жылдың ішінде бірден 21 сатыға көтеріліп, персоналдың біліктілігін көтеру индикаторы бойынша біздің елдің рейтингісі 24 сатыға бірден көтерілді. Бұл жетістіктерге жетуде педагогтардың біліктілігін арттыру жүйесінің, соның ішінде өрлеу ұлттық біліктілігін арттыру орталығының да үлесі бар екені даусыз. Біздің қағидамыз өмір бойы оқу.